Енді песочный тестамызды жасайық, қыздар. Ол үшін ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстінен холодильникте тұрған, яғни салқын температурадағы сары майымызды саламыз. Сары май 72,5%, не болмаса 82,5% болуы керек, қыздар. Және де сары майдың салқын болып тұруы өте маңызды. Екеуін салып болғаннан кейін жақсылап теркамен осылай ұнға шылап отырып, майымызды теркадан өткізіп шығамыз. Сонымен ұнымызбен араластырып, жақсылап тұрып крошка жасап аламыз, қыздар. Міне теркадан кейін кішкене қолымыздың көмегімен ұнымызбен сары майызды біріктіріп, крошка қылып жасаймыз, қыздар. Крошкамызды жасап болғаннан кейін қантымызбен разрыхлительді қосып, жақсылап араластырамыз. Менде разрыхлитель пакнар болған. Пакнарды қолдансаңыздар болады, не болмаса кез келген разрыхлитель бола береді, қыздар. Жақсылап араластырылып болғаннан кейін осындай айранымызды қосамыз, және де бір жұмыртқамызды қосамыз. Айранды үйдік айранын болмаса, дүкендегі айранды қолдансаңыздар болады. Менде түлкібаский айран. Сосын барлығын жақсылап осылай біріктіреміз, қыздар. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Сол үшін қатты баспай, жай біріктіріп отырып араластырсаңыздар, қамырымыз бірігеді. Кішкене арасында ұн қосып жіберсеңіздер болады, егер қолдарыңызға жабысып жатса. Осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымыз міне өте жұмсақ болып шығады, қыздар. Барлығын біткеннен кейін салафанымызға алып, қамырымызды салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз.